Армысыздар, бүгін сіздерге Норвегияның ең ерекше қалаларының бірі Ставангерді көрсетеміз. Ставангер Норвегияның оңтүстік батысында орналасқан теңіз жағасындағы әдемі қала. Бұл жерді көбіне Норвегияның мұнай астанасы деп те атайды. Өйткені 1970 жылдардан бері елдің мұнай өнеркәсібінің жүрегі осында соғып тұр. Біз үшін бұл қаланың орны ерекше. Себебі осыдан 10 жыл бұрын тұңғыш қызымыз Тамирис осында дүниеге келді. Әлем кенеттен нұрланып, уақыт тоқтап қалғандай болды. Жылдар көзді ашып жұмғанша зулап өтті. Бүгін сол кішкентай бөбек 10 жастағы ақылды, мейірімді, арманы асқақ қыз боп өсіп отыр. Оның әр жетістігі біздің мақтанышымыз. Қала шағын көрінгенмен мұнда өмір қайнап жатыр. Тарихы да бай. Ставангердегі ең танымал нысандардың бірі Ставангер соборы. Ол 12 ғасырда салынған және Норвегиядағы ең көне кафедралдың бірі болып саналады. Биыл бұл қала ерекше бір белесті бағындырды. Ставангердің іргетасы қаланғанына 900 жыл толып отыр. 1125 жылы салынған Ставангер соборы осы мерейтойдың басты нышаны саналады. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін түрлі мерекелік шаралар, фестивальдар ұйымдастырылуда. Теңіз деңгейі қай жерге дейін? Теңіз деңгейі сонда мына жерге дейін, е? Ана жерден Көтеріледі, е? мына жерге дейін көтеріледі. Осы жерге дейін көтерілуі мүмкін, е? Сонда осы жерде су алып кететін болып тұр ғой? 100 сантиметр көтеріледі. Ставангердің ең үлкен байлығы оның табиғаты. Қала маңындағы әйгілі Прикистулын немесе құздың мінбері орналасқан. Бұл Норвегиядағы ең көрікті жерлердің бірі. Мұнда шыққан әр адам фьордтарға көз тастап, табиғаттың ғажайып сұлулығына тамсанады. Бұл туралы біздің бейнебаянымыз да дайындалып жатыр. Ставангер тек туристер үшін ғана емес, өмір сүруге де қолайлы қала. Мұнда заманауи мектептер, түрлі мәдени орталықтар, спорт кешендері бар. Қала тұрғындары табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, бос уақытын көбіне теңіз жағасында немесе тауда өткізеді. Туристер үшін Ставангер нағыз қазына. Қала орталығында 2 ғасырлық тарихы бар әдемі ақ ағаш үйлер бар. Ал олардың арасында қыдырып жүрсеңіз, өзіңізді ертегіде жүргендей сезінесіз. Ал өнерді сүйетіндер үшін әлемге танымал Ньюарт стрит арт фестивалі өтеді. Қаланың қабырғалары түрлі муралдармен безендірілген. Қорытындылай келе, Ставангер тарихы бай, табиғаты таңғажайып, әрі заманауи дамыған қала. Егер бір күні Норвегияға жолыңыз түссе, міндетті түрде осы қаланы көзіңізбен көріңіз.